Әйгілі BBC телерадио компаниясының 2017 жылға арналған Гиннестің рекордтар кітабын шығарғандығын өздеріңіз білесіздер. Ең қызығы, бұл кітапқа ұзын сақалы бар қыздай ендірілген екен. Ол сақалын 15 сантиметрге дейін өсіріпті. Бұл қыздың жасы 24-те, аты жөні Харнам Каур. Оның түбі үнді ұлтынан екен. Ол бүгінде Ұлыбританияның Слау деген қаласында тұрады. Сәнгер болып жұмыс істейді. Осыдан 2 жыл бұрынғы Лондонда өткен сән апталығында тұңғыш рет подиумға шығып жұртты таңғалдырыпты. Яғни оның дене сымбаты модельдерге сай өте әдемі, бірақ иегінде желкілдеген сақалы бар. Харнам бала кезінен аналық бездің поликистозы деген сирек кездесетін аурудан зардап шегеді екен. Яғни бұл гормондық ауытқудан туындайтын қалыпсыздық. Әйел тәніне оған сәйкес емес түктер шығады. Сақалды қыз бұрын балалардың мазағынан мезі болып келіпті. Сақалын қырып, түссіздендіріп, тіпті жұлып та көрген. Түрлі дәрілер ішкен, бірақ олардың ешқайсысының да жәрдемі тимепті. Қырыққа тірелген сәттерде өзіне қол жұмсауды ойлаған кездері де болыпты. Бұл ерекше қыз есейе келе өзінің өзгешелігін жасырмауға бел буды. Сөйтіп 16 жасынан бері сақалын еркектерше күтімге алған. Бұған оның үндінің сикх діни нанымын қабылдауы себеп болған. Яғни сикх сенімдері бойынша сақалды қыруға болмайды. Ол Құдайдың берген сыйы саналады. Бүгінде Харнам өз тәнінің өзгешеліктеріне оң көзбен қарау мәселесі бойынша белсенділердің қатарында екен. Өзінің Гиннестің рекордтар кітабына енгізілетіні туралы хабарды әлеуметтік желіде оның өзі де таратып отырады. Оны бір суретші қалыңдық кейпінде бояндырып, киіндіріп суретке түсірген екен. Қызығушылар өте көп болыпты. Қазір бұл қызға жарнамалық мақсатта бірігіп жұмыс жасауға ұсыныс білдірушілер де аз емес көрінеді.